Башаңғы сәлем, сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта кім бастайын деп жүр, бастағысы келіп жүр, соларға арналған, әрбір жерден естігенсіздер, парақшаны жүргізу керек, өзім эксперт болғанымен осылай істеу керек, мына жақтан, ар жақтан бүкіл жерден қазір айтып жатыр, бірақ алғашқы қадамды жасай алмай жатсыздар. Және білмей жатсыздар, неден бастау керек. Сіздерге арналған бұл тегін осындай сабақ. Бұндай сабақтар сатады сіздерге, достар. Мен сіздерге тегін беріп түсіндіре кетемін. Дәл осыдан кейін уже білетін боласыз. Все. Четко, осыдан мынадан бастайтын боламын деген сияқты бір жолды көрсете кетемін. Жалпы, бұл сабақ кімге арналған? Ең алдымен сен бұрыннан ойлап жүрсің, парақшаңды жүргізу керектігін, бірақ неден бастайтынды білмейсің. Сосын сарапшылар, эксперттер өте көп болып кетті. Мені кім қарайды дегендерге арналған. Мені кім қарайды? Олардың барлығы уже болып кетті ғой, осындай эксперттер уже бар, там ағылшын үйретейін деп жатсаңыз ағылшынша бар, заңгер ретінде жүргізейін деп жатсаңыз заңгерлер бар дегендерге арналған. Жоқ, ондай емес, онда сіздерге жеткізіп түсіндіре кетемін бүгін. Сосын мүмкін сен бір-екі рилс видео салып көрдің, бірақ сосын нәтиже көрмей тастап кеттің. Бұл да ең басында бастап жатқандарға арналған. Опять айта берейін, басында бастап жатқандарға. Мен жеке сабақ түсіремін, кім уже салып, тасып, бірдеме салып нетіп жатыр, бірақ бір орында тоқталған. Ол басқа сабақ болады, ол екінші сабақ болады. Осы YouTube арнамда да көріп жүруге болады, және стористарда да немесе рилста айтқан шығармын. Бірақ мына сабақ именно бастайын деп. Кейде адамдар болады, міне бастадым, бір видеоны салып қойдым, екеуі салдым дегенмен уже все, ары қарай кетеді, ештеңке болмайды, тастап кетеді. Сосын жалпы бастай алмай жатқандарға арналған. В общем, енді сабақ жоспарын қысқаша сіздерге айта кетейін. Ең біріншісі парақшаның мақсатын анықтау, соны үйреніп кетеміз. Біздің парақшаның кез келген парақшаның мақсаты болады. Сіздің парақшаңыздың мақсаты ол қандай? Бастапқыда ол өте маңызды. Және де мақсатты аудиторияны анықтау, ол да маңызды. Ол да ең басындағы маңызды. Басында бізде видео түсіріп қойып сөйлеу маңызды емес. Осы нәрселерді біліп алу маңызды. Үшіншісі алғашқы контент. Алғашқыда бастайын деп жатқан кезде не салу керек? Қандай тақырыптарға салсам болады? Бір нақты жолын сіздерге түсіндіріп айта кетемін. Вообще, мен байқадым, көп адамдар бастай алмай жатыр. Себебі ойда көп неше түрлі анандай нелер болады да, бір барьерлер болады да. Андай ойбай камера керек, ойбай мынау керек, мынау монтажын барлығын түсініп, сосын бірақ істеу керек. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Тоже соны жеткіземін. Сосын басында қандай қиындықтар болуы мүмкін айта кетемін. Қалай оны алдын ала шешеміз. Бастапқыда қандай қиындықтар болады. Және парақшаны не үшін жүргіземіз де, потому что біз түсінбесек не үшін жүргізетімізді, онда сіз дисциплина арқылы қадамдар жасамайтын боласыздар. Вообще түсірмейтін боласыздар. Жалпы түсірейін деп жатқан кезде түсінбей жатасыздар, не үшін бұның барлығын істеп жатқаныңызды. Сонда айта кетемін. И оңай бастап кету жолында түсіндіріп айтамын. В общем, без воды сразу толығымен бастап кетейік. Алдымен сізге, көрермен, сен мені көріп отырған, саған рахмет айтамын. И көріп кетші осы видеоны бар ғой, осы сабақты. Көріп кетші, осы сенің бастап кететінің, осы белгісі болсыншы. Белгісі міне, жарайды, тегін сабақ келді, қой. Бастайын осы қадамдардан жасап деген сияқты. Сіз үшін жасап отырмын. Сіз үшін, сізге арнап жасап отырмын. Сіздер дамып кетсеңіз, мен тек қуанамын. Так, сабақ алдында 3 маңызды нәрсе бар. Осы 3 маңызды нәрсені түсініп ал, ең алдымен. Біз қазір Reels пен TikTok сияқты әлеуметтік желілер арқылы үлкен мүмкіндіктер дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Оны да мен де айтқам, оны неше түрлі сіз вебинарға да қосылып, оң жақта да айтқан, әрбір қазір видеода айтады, что бұл деген үлкен мүмкіндік. Бірақ шынымен де үлкен мүмкіндік береді. Әлеуметтік желі сені танымал қылуға. Бұрында әлеуметтік желілер осындай болмаған кезде, особенно Reels пен TikTok осы рекомендацияға шығу болмаған кезде не болатын? Телевидение. Телевидение шығу үшін бәлембай ақша керек болатын. Қазір кезде телевидение уже артқа жылжып бара жатыр. Ал біз деген тегін өзімізді эксперт ретінде танымал қыламыз. Спокойно. Тегін солай істей аламыз. Сондай мүмкіндік беріп жатыр. Және біз әлі де жолдың басындамыз. Мынау бар ғой, осындай сұрақ кейде қояды маған. Осы разбор жасаған кезде, адамдармен консультация өткізген кезде, кейде адамдарды мына нәрсе ұстап тұрады. Ойлайды да, что болды, уже поздно. Уже блогерлер шығып кетті. Все, уже болды. Басқа блогер шығу уже адамдарға керек емес деген сияқты. Жоқ.
Достар, вы не представляете, қалай біз ең басындамыз қазір бар ғой. Даже қазір 2-3 жыл, 5 жыл өтеді ғой. Біз әлі де жүргізудің, парақшаны бастау, блог ретінде өзіңді шығару, эксперт ретінде шығару әлі де басындамыз. Жаңа ғана шықты бізде Reels. TikTok жаңа ғана шықты. И бар ғой, вот басында дегенмен, даже 5 жыл өтеді ғой, 10 жыл өтеді ғой, тағы да шыға береді адамдар. Жаңағы эксперттер шыға береді. Жаңадан жаңа эксперт дегенмен не емес, типа бір жаңа мамандық емес. Жоқ, дәрігер деген 5 жылдан кейін тағы да мықты блогер дәрігер шығады. 10 жылдан кейін тағы да мықты эксперт заңгер шығады. Шыға береді. Сізді тоқтатпасын осы идея, что типа уже барлығы бар. И мына жерге де қосып жіберейінші. Контент идея бойынша да осы нәрсені де қосып жіберейін. Вообще мен ойлағам, мынаны тезірек қысқаша айтып жіберейін деп, мен осындай шабыт алам сіздерге осындай түсіндірген кезде, айтқым жеткізгім келіп тұрады да. Контент идеяны осындай нәрсені алып тастаңыз мидан. Мысалы, тіс дәрігері болып жатсаңыз, тіс шығу туралы уже барлығы айтып қойды ғой, болды уже деген сияқты. Ондай нәрсе жоқ. Заңгер ретінде болсаңыз, ажырасу бойынша қандай документтер дайындау керек, уже анам барлығы айтып тастады. Ондай нәрсені мидан полностью алып тастаңыз. Вот қалай жүргізсеңіз, как будто ешкім ештеңе білмейді деген сияқты жүргізсеңіз, супер. Вот мен үлгі ретінде айтайын, әлі күнге дейін камераның настройкасын қалай жасаймыз деген видео эксперттер шығарып жатыр, мобилографтар шығарып жатыр, видеографтар шығарып жатыр, ол қаралым жинайды. Потому что ол жақта басқа адам сөйлеп, басқа адам айтып жатыр. Вот солай. Мен сияқты да менің саламда қазір кездегі тоже көп SMM мамандар да бар, коучтар бар, өстіп шығып, мобилография жағынан да эффект туралы айтып жатыр, шығып жатыр. Оларға да сенім бар. Адамдар соларды көріп, қалай сөйлеп жатыр, қалай түсіндіріп жатыр, соған да мән береді, солар да қаралым жинайды. Осы ойды алып тастаңыз, что ешкім бәрін біледі деген. Ешкім ештеңе білмейді деген сияқты. Так, дальше. Сарапшылар, эксперттер өте көп болып кетті. Мені кім қарайды? Достар, сіз вот әлеуметтік желіні алмасақ, мысалы, вот дәрігер, а неге дәрігерлерге әр адамдар оқып жатыр? Ну, типа, дәрігерлер бар ғой. Дәрігерлер уже бар ғой, уже зачем оқимыз дейді. Сөйтіп ешкім айтып жатқан жоқ қой. Заңгер ретінде неге әлі де адамдар барып, заңгер ретінде үйреніп, оқып жатыр? Олар айтпайды ғой, типа, болды уже. Заңгерлердің бәрі шығып қойды, все уже. Заңгерлер өте көп болып кетті, жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Әрбір адам индивидуальный. Мен де сияқты көп адамдар, бірақ мені қазір таңдап, менің видеомды дәл сіз көріп отырсыз. Бірақ мен сияқтылар да бар, түсіндіріп, айтып жатыр. Бірақ сізге мүмкін, енді қатты мына жақта мақтамай қояйын, бірақ мүмкін сізге ұнайды менің түсіндіретін осындай бір эмоцияларым болсын, түсіндіретін бір тілім болсын, осылай айтып нетіп жатқан. Мүмкін соны ұнатасыздар, сол үшін мені көресіздер. Дәл сол үшін сені де көретін болады. Сені де дәл сол үшін көретін болады. Себебі сен ерекше түсіндіресің, ерекше айтасың, может сен спокойно айтасың, сонда тыңдайды. Может сен углубленно, анандай тереңдетіп, ар жағын айтасың, ешкім айтпағандай сияқты. Ол да ерекше. Сен индивидуальный ерекше адамсың, сен күшті керемет адамсың. Сол себеппен сені де тыңдайды. Басқалар шығып қойды, мені кім тыңдайды дегенде сен тоже алып таста. Вообще алып таста ол нәрсені. Бұл туралы өзі негізі көп айтқым келеді кейде. Но бір нәрсені айта беру, енді жеткізу ретінде ғана көбірек айтамын солай. Но бір ұғып ал, сені де қарайды. Сен де қазір шығып ап, нөлден бастап бір айтылған ақпаратты сен де айтып жатсаң, тыңдайды, аудиторияңды жинайсың. Болады, аудиторияны жинайсың. Қазақстанда қаншама адам бар, 17 миллион адам бар. 17-18 уже өсіп кетті ғой деп. Ну, суть не в этом, бірақ сен де өзіңнің де аудиторияң жиналады. Саған қарап тұрған, саған сеніп тұрған. Сосын жасанды интеллект көмегімен бұдан былай қиналудың қажеті жоқ. Мен бұл туралы көп айта беремін. ChatGPT шықты. Вообще одан да басқа да мықты жасанды интеллекттер шықты. Қазіргі кезде парақша жүргізу деген оңай нәрсе болып кетті. 2 есе 5 есе оңай болды. Бұрында даже назар аудартатын сөйлемді қалай құрастырсам деп ақтарасың, ойланасың, тәжірибеңе қарай, былай істеп көресің. Қазір деген ChatGPT-ді үйретіп тастайсың да, болды, все. Ол саған солай шығарып береді. Так что қазіргі кезде наоборот оңай болып кетті. Вот сол себеппен қазіргі кезде бастап кету керек. Әйтпесе сізден де пысықтар алады да, жасап кетеді, істеп кетеді де, сосын конкуренция болады араларыңызда. Ертерек басташы. Так, енді
мақсаттан бастайық. Әрбір Инстаграм немесе TikTok парақшаның мақсаты болады. Сен басында сен ойлап кет. Мен Инстаграм немесе өзім TikTok парақшамды қандай мақсатпен жүргізейін деп жатыр. Осыны анықтап ал. Ол жерде анықтау өте қарапайым нәрсе. Мысалы, мен өзім ретінде айта кетейін. Мен осы салаға келген кезде ойлағанмын. Қазақ тілінде өте аз ақпарат, қазіргі кезде ақырындап келе жатыр. Бар қазіргі кезде ақпарат, бірақ мен бастаған 3 жыл бұрын бастаған кезде ақпарат аз болған, және қарап отырсам беріп жатқан ақпараттар бар ғой, ішінде кішкене хэштег қою керек, анау істеу керек дейді. Уже істемейді дегенмен мен шықтым да ойладым, қой әкесін көрсетейік, менің парақшамның мақсаты адам деген менің парақшамды көрген кезде ойлайды, мынандай керемет құнды ақпараттарды тегін беріп жатыр. Осы ақпараттардан мен қазір қарап үйреніп аламын деген сияқты. Әрине табысқа шығу, үйрету адамдарды, сосын үйреткенмен де ақша алу. Бұл жерде ештеңке жасыру нәрсе жоқ. Енді бізде эксперт, бізде адамбыз ғой, енді бәрін государство маған төлеп отырған жоқ сіздерге осылай тегін үйретіп отырғу үшін. Жоқ, мен де сіздерге үйретіп және қызығып жатсаңыздар, менің курсыма келіп мысалы тіркелесіздер. Ол да маған табыс мысалға. Дәл сізде солай ойлап кетіңіз. Бір эксперт болып жатсаңыз, эксперттің саласында, ол жақта өте қарапайым. Заңгер болсаңыз, значит, мен заңгер ретінде адамдарға көмектесемін. Адамдарға көмектесіп, қандай қиыншылықтары бар, солардың қиыншылықтарын көмектесемін, сөйтіп шешіп. Ажырасып жатыр ма, сондай. Сотталып жатыр ма, андай көмек. Декрет, мынау ақша ала алмай жатыр ма, сол жағынан көмектесемін. То есть мен адамдарға көмектесемін, и менің парақшамның мақсаты сол жерде мені танымал қылып, көрсетіп, маған келіңдер, мен сіздерге айтып жеткізіп беремін деген сияқты мақсатыңызды анықтап алыңыз. Вроде бы қарапайым нәрселер, но осы нәрсе маңызды. Даже бизнес бастайын деп жатқан кезде біз сразу тауар сатып алып бітті, все, тауар келді, все, давайте енді сатам. Жоқ. Зерттейміз ғой. Қандай конкуренттер бар деген сияқты. Дәл осы нәрсе бастапқыда өте маңызды. Парақшаның мақсаты. Соны анықтап алыңыз. Енді келесіден мақсатты аудиторияны анықтаймыз. Ол да өте маңызды, потому что біз өзіміздің мақсатты аудиториямызға қарай біз контент жасайтын боламыз. Дәл сол себеппен біз әртүрлі нәрсені салып кетпейміз, қуып кетпейміз, билеп, сөйтіп, бүйтіп, күйеуім туралы видео айтсам, сол кезде қаралым жинайды, өзі заңгер. Сол үшін сөйтіп та қуып кетпейміз, күйеуім туралы айтып, ол деген осындай, мынандай деген сияқты, немесе приколдар түсіріп мысалы. Сен тұра тұр. Сөйтіп, достар, мақсатты аудиторияны анықтау, кез келген бизнестің мақсатты аудиториясы болады. Кез келген бизнестің. Мысалы, өте қарапайым, балалар киімнің мақсатты аудиториясы кім? Балалар емес, ата-аналар. Себебі ата-аналар келіп ақшасын төлеп сатып алады, олар таңдайды, олар сөйтеді. Заңгерлерді мен байқаймын, әртүрлі заңгерлер болады ғой. Біреулер чисто ажырасу бойынша, біреулер жаңағы сот бойынша, тоже оның ішінде де бар. То есть оның да бір мақсатты аудиториясы болады. Мен қазір үлгі ретінде сіздерге көрсете кетемін, бірақ өзіңнің мақсатты аудиторияң кім екеніңді дұрыстап анықтап ал. Жазып ал прям. Мен қазір үлгі ретінде сіздерге көрсете кетейін. Мысалы, мақсатты аудиторияны анықтаған кезде бір сұрақ қоямыз өзімізге. Біздің қызметті кім жиі сатып алады? Уже бизнесіңіз бар болып жатса, оған өте оңай жауап беру. Ал міне бастайын деп жатырмын, өзім саламда эксперт ретінде, онда ол жерде кішкене ойластыру керек, кім сіздің услугаңызды келіп алады, қандай аудитория келіп алады. Соны анықтау керек. Мысалы, стоматолог, енді әрбір адам тісі бар ғой, негізі, бір ойласақ тісі бар болып жатса. Бірақ байқасақ, кейде біз деген жаңа айфонды аламыз, прикол бар ғой. Мой зуб смотрит на меня, как я покупаю новый айфон деген кезде. Сондай бір приколдар шыққан ғой, мысалға. Негізі, где-то статистика бойынша 25-30-дан бастап ақырындап адамдар деген өзінің тісіне қарай бастайды. Примерно. Бар, который 18-19 жасында уже тісіне қарап нетіп жасайды. Бірақ көбінесе олардың әкесі, анасы айтады, давай барып кел, осыған жазылып қой стоматологқа мысалға. Сол жерде анықтап алады. Олар кімдер? Сосын олар деген не нәрсені ұнатады және қандай қорқыныштары барды, сонда анықтап алыңыз. Мақсатты аудиторияның қандай қорқыныштары бар. Ең бірінші стоматология қорқыныш ол тісіңді жөндеген кезде, тісіңді емдеген кезде не ауыратын. Мен мысалы сондай бар ғой, мен стоматология ойласам, тура нерв болып кетемін де, тура басқа адам болып тұрып, мен қорқамын шын айтсам сол аурудан. Маған сол қорқынышты біз шығарғандық, не үшін шығарамыз сол қорқыныштарды мақсатты аудиторияны? Себебі біз контент ретінде біз оларға айтамыз, қорықпа,
ауыртпай жасаймыз, міне былай жасаймыз да осылай істеліп кетеді. Маған сондай видео шығып жатса, мен сразу соған барамын, потому что сол қорқынышымды уже жеңіп тұр ана жерде, видеода солай айтып тұр. Вот, келесі мысалы бала киімі. Ну, әрине, бала киімі именно балаларға арналған болғанмен ата-анасы. Вот неге опять целевая аудитория, мақсатты аудиторияны анықтаймыз бұл жерде? Себебі ата-ана не нәрсеге олар өзінің баласына қарай киім алған кезде не нәрсеге қарайды? Вот соны анықтаймыз. Целевая аудитория, мақсатты аудиторияны біз зерттеу деген нәрсе осы. Олар әрине сапасына қарайды, сосын материалдар, баланың терісіне зиян емес пе деген сияқты нәрселерге қарайды. То есть сондай қорқыныштарды шығарып, не нәрсе туралы ойлайды, соның бәрін жеткізуіміз керек. Егер даже қарапайым бар ғой, вот ата-ана туралы опять ойлап жатсақ, парақшада мысалы уже контент жағына кетіп бара жатырмын да, не үшін бұның барлығын анықтаймыз, контент дұрыс жасаймыз ғой, соларға арналған. Ата-ана мысалы біз деген, например, өзім балам бар, соған қыстық киім кигізген кезде ол бір рет мүмкін размер бойынша кішкене үлкен алдық па, но ол дұрыс жүре алмай қалды да. Енді жаңа ғана дамып жатқан, моторикасы дамып жатыр, бірақ қарасам мынаған бар ғой, дұрыс жүре алмайды, даже еңке алмайды да ана жерде. Сосын ойлаймын да, мынау қыстық киім точно кедергі болып тұр, баламның моторикасының жүретініне кедергі болып тұр да, кәдімгідей. Бала деген еркін жүреді, нету керек қой, барлығын нетеді. Сол нәрселерге де тақырыпты шығарып біз жеткізіп түсіндіруіміз керек. Вот поэтому бізге мақсатты аудиторияны анықтау деген маңызды. Солар үшін біз контентті жасаймыз. Тағы мысал ретінде мына жерде жазып кеттім, міне заңгер бала киімі, там видеоны тоқтатып бір қарап жүріңіздер. Бұл жерде мен қатты көп көрсетіп нетпей қояйын, оқымай қояйын, уақытымыз деген. Бұл жерде тегін сабақ 1 сағат болып кетпесін. Болып кетсінші. Зато пайдалы ақпарат беріп жатырмын. Сонымен мына жерде не себеппен мақсат аудитория анықтаймыз? Себебі соларға біз арнайы өзіміздің парақшамызда контент береміз. Солардың бір қорқыныштарымызды жеңіп айтамыз. Соларға біз контент арқылы жеткіземіз. Мен экспертпін, мен салада экспертпін, мен сіздің ата-анама сіздердің бойдарын білем, сіздердің мәселелеріңізді білем, қалай шешетінін міне көрсетіп тұрмын. Заңгеріміз ба, заңгер ретінде міне сен сотталып жатсың ба, мына нәрсені нетпе, осы нәрсені обязательно істе деген сияқты жеткіземіз. Себебі мақсатты аудиторияға арналған контент біз жасаймыз сол жерде. Тоже мысал ретінде айта кетейінші, өзінің парақшаңда мақсатты аудиторияң кім? Эксперттер, парақшасын жүргізгісі келетіндер, жүргізейін деп жатыр. Мысалы, мына сабақты арнайы кімдерге жасадым? Менің мақсатты аудиториям ішінде де бір разделдар бар да. Мынау бастайын деп жатқанда, бірақ білмейді қалай бастайды. И әрине бар кімдер бастап кетті, істеп жатыр. бір ай, жарты жыл болды жүргізіп жатқаны, бірақ ары қарай қалай жүргізетінін, не істейтінін білмейді, себебі қаралым жинамай жатыр. Оларға да арнайы басқа сабақ жасаймын мысалға ше. Вот поэтому мақсатты аудиторияңызды дұрыстап анықтаңыз. Өте маңызды, түсіріп кету емес. Жоқ, осы қадамдар маңызды. Келесі, енді біз қандай контент жасаймыз? Осы слайдта осы нәрсені нақты түсініп алыңыздаршы, достар. Біз деген қатты бір бар ғой, бастапқыда өзіңізге рұқсат беріңіз. Өзіңізге рұқсат беріңіз қателік жасау. Рұқсат беріңіз. Потому что идеальный қылып, сіз идеальныйға дейін жеткізу, сосын бірақ салам дегенше дейін, біз бірде видео салмасақ, ол ешқашан идеальный болмайды. Ешқашан олай идеальный болмайды. Өзіңізге рұқсат беріңіз. Просто, вот, кейде сұраймыз бар ғой, консультация ретінде бар ғой, сұраймын, вот бастағыңыз келеді ме? Вот не ойлайсыз, неге сіз бастай алмай жатсыз? Олар айтады, білмеймін, осы телефоным дұрыс емес. Студияда түсіру керек, жоқ, ондай студиям жоқ. Өзім квартирам инстаграмны емес, сол жерде түсіре алмаймын. Керек емес ондай нәрселер. Керексіз нәрселер. Че думаете, сіздердің квартираңыз дұрыс болмай тұрса, артында жарайды пердеңіз көрініп қалды, болды, қарайды да ойлай ма? Мынаның деген пердесі дешевый барахолкадан арғалаған, все понятно. Олай қарамайды. Ол біздің басымыздағы ғана қорқыныштар жоқ. Сіз не деп сөйлеп айтып жатырсыз, сол маңызды видеода. Әрине енді майкамен, домашниймен отырмаймыз ғой, ол жақта кішкене бұл да презентабельность қой, біз деген собеседование немесе консультацияға адам шақырған кезде біз үйтіп келмейміз ғой, мысалы деймін да. Хотя бы бір киімді нормальный киім киіп алып түсіндіріп айтуымыз керек та бұл жерде. Сол нәрседе тоқтатпасын сізді бастапқыда. Сол нәрседе алып тастаңыз. Просто камераны қоямыз да сөйлеу. Бірақ не туралы айтамыз, не сөйлейміз? Кез келген салада жиі қойылатын сұрақтар бар. Мысалы, оны қайдан табамыз? Мен қазір өзімнің саламда кішкене айта кетейін, опять стоматологты айта кетейін мысалға, бірақ бұның барлығын ChatGPT арқылы қарап
зерттеуге болады. Немесе сайттардан часто задаваемые вопросы деп жазсаңыз тауып береді сізге. Мысалы юрист болып жатсаңыз, заңгер, часто задаваемые вопросы юристу, орыс тілінде іздейміз, себебі Google'да сайттарда қатты көп қазақ тілінде ақпарат таба алмаймыз. Бірақ қазақ тілінде ақпарат керек болып жатса, ChatGPT-ге жазыңыз. Какие орысша ең жиі қойылатын сұрақтарды маған 10 сұрақты жазып бер. Менің салам ит түсіндіресіз. Гүл сатып жүрмін. Немесе балаға аяқ киім сатып жүрмін. Немесе мен заңгермін осындай жағынан. Мен стоматологпын, тіс дәрігермін. Осы айтсаң жазып береді. Соларға просто сұраққа жауап беріңізші. Болды. Сұраққа жауап беріңіз. И все. Қарапайым нәрсе. Керек емес сізге прям басында анандай контент іздеп, ойбай, сіздің бастапқы ең басындағы мақсатыңыз тәжірибе жинау и бастап кету. Осы ең басындағы маңызды. Тәжірибе жинау, бастап кету. Идеальныйден сразу бастап кету невозможно. Мен сіздерге бір-екі парақшаларды бүгін тағы да көрсете кетемін, бір-екі видеоларды. Сол жерде көресіздер, что спокойно үйде отырып та өйстіп видеоға сөйлеп тұрып, не обязательно мен сияқты прямо эмоцияны шығару. Менің эмоциям қашан шыға бастады? Менің эмоциям шыға бастады, когда мен уже 10-20 видео түсіріп тастағаннан кейін қарасам, кейде сөйлеп неткен кезде байқаймын, что-то слишком скучно сөйлеп жатырмын дегенде уже өзіме не бердімші, рұқсат бердім, қой, давай эмоцияңды шығаршы, айта берші, қалай сен түсіндіресің, солай айтып түсіндіре берші, осылай қолың естіп жата ма, нете берші, тоқтатпа өзіңді дедімші. Сөйтіп ашылып кеттім. Сізде де солай ашыласыздар. Бірақ видео түсірмей, видео салмай, ешқашан сіз олай ашылмайсыздар. Ешқашан сіз мықты видео сразу бірден түсіріп кетпейсіздер. Поэтому қарапайым нәрсе. Даже просто жиі қойылатын сұрақтарға алыңыз да соған сұраққа жауап беріңіздер. Просто камераны қосамыз да айтамыз мысалға. И ұзақ болып жатса, сізге басында үйренетін нәрсе ол қысқа уақытта, бізде қазір рилс енді 3 минуттық болып жатыр ғой, бірақ 3 минутқа дейін не обязательно бізге созып айту. Бірақ осы бір сұраққа жауап берген кезде мен 1,5 минуттың ішінде немесе 2 минуттың ішінде бір жауапты беріп, түсіндіріп айтып кетуім керек. Сонымен естіп түсіріп уже айта беріңіздер. Болды, бастап кету. Сосын тағы не? Өзіңнің мәселеңді қалай шешкенің туралы жеке оқиғалар, бір жеке оқиғалар туралы айту. Мысалы, тіс дәрігер ретінде де өзіңіз айтуға болады, что менде де қорыққанмын. Мен де қатты қорыққанмын тіс дәрігерге бару, бірақ сосын бір нәрсені түсіне кеттім. Мен осы тісімді кішкене ауырып тұрғанын сезсем, оны қорыққаннан бармасам, мүмкін ол деген кішкентай бір мәселе шығар. Соны тез емдеп тастайды да, сосын асқынып кетпейді. Былай созып жүрсем, онда қатты асқынып кетеді. Сосын нервы алып тастау деген нәрсеге дейін жету мүмкін. Ужас ол. Для меня это самое страшное бар ғой. Нервіңді жұлып алып тастау деген. В общем, солай өзіңіздің бір жеке бір тәжірибеңізбен бөлісуде болады, айтыңыз сол жақта. Сосын үшіншісі қарапайым кеңестер мен пайдалы лайфхактар. Кез келген салада кеңестер бар. Осылай істеңіздер, былай істемеңіздер. Қателік туралы, осындай 3 қателік бар, осы 3 қателікті жасамаңыздар. Бар сондай. И бастап кету. Сол туралы видеолардың басқаларын көріңіздерші. Олар қалай, не деп туралы айтып шығарды. Орыс тілінде көріңіздер. Орыс тілінде көріңіздер де қазақ тіліне аударып, өзіңіз не қосасыз қосыңыздар, не алып тастайсыз алып тастаңыздар, сөйтіп құрастырып просто сөйлеп айта беріңіздер. Болды. Бастап кету осы. Достар, волшебный таблетка жоқ мына жерде. Мен қазір сіздерге ең қарапайым нәрсені айтып отырмын, потому что дәл осы қарапайым нәрсе шынымен де жұмыс жасайды. Шынымен де дәл осы рабочий нәрсе. Болды. Скрипт жазу, анау деген сияқты ол енді бастап кеткеннен кейін істеуге болады. Уже бірақ сіздің мақсатыңыз просто видеоға бір сұраққа жауап беріп, кеңес беріп, бір қателік туралы айтып, жеткізіп, соны монтажын жасап салу. Монтаж деп айтпай қойыңызшы, просто цветокоррекция жасайсыз ба, болды. Керексіз жерлерін алып тастайсыз, бұтып қалған жерлерін кесіп қоясыз да болды. Өйстіп жинап қоясыз. Все. Сыртына жазып салыңыз андай. Ең басында бүкіл субтитрді қоймай қойыңыз. Просто жазып қойыңыз, қандай мәселе туралы айтылып жатыр. Все. Болды. Соны аламыз да түсіреміз, саламыз. Болды, содан бастай беріңізші. Все. Болды, осымен бітті деп сабақ. Жоқ, шынымен де. Осы ғана жеткілікті. И все. Еш нәрсе қиын жоқ. Ешқандай қиын нәрсе жоқ. Так, түсіне кеттік па? Енді кішкене қорытынды именно 3 қадам бойынша айта кетейін,
бастапқыда мақсатты аудитория. Сосын оны анықтап алғаннан кейін олардың қандай мәселелері бар, қандай не туралы ойлап жүреді постоянно, сол туралы там ол уже контент жағынан ойлаймыз, сол туралы мен контент пайдалы ақпараттарды беремін, и контент ретінде не туралы айтамыз, жиі қойылатын сұрақтарға жауап беремін. Сосын лайфхактар, неше түрлі кеңестер, және де бір өз тәжірибем бар болса сонымен бөлісу. Немесе клиентіңіз келіп кетті, сондай нәрсе болды, тоже айтып кету. Все, осындай мәселемен келді. А ол жиі қойылатын мәселе екен. Көпсі адамдарды болатын мәселе екен. Өзіңіз салаңызда эксперт болып жатсаңыз, сіз білесіз, көбінесе сізге қандай мәселемен келеді. Вот. Ал бастапқыда жаңа бастайын деп жатсаңыз, сайт, Google'дан да қарауға болады, ChatGPT-ден қарауға болады. Енді көбісіне бастап кету ең қиын қадам болып саналады. Ең қиын қадам деп айтуға енді сізбен бірге сезінімді жасайыншы. Менде ең басында бастап кету деген қиын болды, себебі алғашқы видеоны түсіретін алдында неше түрлі сол жаңа айтқандай ойлар болады. Идеально болу керек, мына жерде монтаж осылай істеу керек. А еще оны жасамайсың, ойлап жүресің ғой, жазбайсың, ойлап жүресің. Ананы істеп кетуім керекпін, былай істеу керек, анау істеу керек, түнде күшті мотивация келеді ғой, сол кезде былай істеп көрем, нет көрем деп сөйтіп, сен уже, наверное, 1 жыл жүрсің, 2 жыл жүрсің сен, бірақ әлі де бастаған жоқсың. Мен солай шын айтсам 1 ай жүрдім. 1 ай жүрдім, жоспарладым, міне, еще андай достарың айтасың, все, я скоро блог открою, анау-мынау деп, онымен вообще бөліспеу керек, ол туралы вообще бөліспеу керек. Сосын қарадым да ойладым, қой, ақша таусылып бара жатыр. Шынымен де, мен агентстводан кеткеннен кейін ақша таусылып бара жатыр. Ойладым, бұлай жүріп, 1 жылда өтеді, 2 жылда өтеді бастағанша дейін. Алдым да, алғашқы видеоңыз қандай болады? Мынаны да міндетті түрде жазып алыңыз. Алғашқы видеом қандай болады? Сіздің алғашқы видеоңыз сіздің ознакомительный видео емес, мен туралы, немесе міне, достар, анонс, мен парақшамды жүргізу бастайын деп жатыр. Жоқ. Алғашқы видеоңыз ондай емес. Алғашқы видеоңыз, знаете, қандай болады? Вот ойластырып көріңіз, как будто сіз бар ғой, вот представьте, что сіз уже парақшаңызды 1 жыл жүргізіп жатсыз, и уже қаншама видео салып тастадыңыз, неше түрлі нәрселі. И мынау қазір келесі видеоны салайын деп жатсыз. Кез келген жиі қойылатын сұрақты аласыз, соған жауапты беремде сала беріңіз. Все. Ана жақта адамдар отырған жоқ. Бірінші видеосы қандай болады екен? Мынау кім екен? Деп отырған жоқ. Ешкім олай отырған жоқ. Ешкім олай сізді міне салайын деп жатыр деп отырған жоқ. Сосын ақырындап танысу ретінде уже сізді сосын сұрақтар кетеді сізге. Сіз кім екенсіз, не істейді екенсіз деген, оны уже актуальныйға салып қоямыз, уже парақшамызда оформлениесіне жазып қоямыз. Кім, қандай мәселені шешесіз, заңгерсіз ба, кімсіз, сол жерге жазып қоясыз. Сол жерде жауап тұрады. Просто алғашқы сіздің видеоңыз, сіздің тақырыбыңыз, сіздің темаңыз алғашқы любой бір жиі қойылатын сұрақ болсын. Все. Қиындатпаңыз. Басында қандай қиындықтар болуы мүмкін, қалай оны арнала шешеміз. Жалпы басында қиындықтар болу сол ойлар, ол деген ойлар, всегда ойлар. Монтаж керемет болу керек, мынау күшті болу керек, камерам, 16-шы iPhone алам, сосын бірақ түсірмейсің сен. Сатып аласың да түсірмейсің сен. Керек емес, қандай телефоның қазіргі кезде тұр, қай телефоннан осыны көріп отырсың, сол мен түсіресің. Все, керек емес саған мықты бір оборудование, петличка алуым керек, ең мықты петличка. Алдымен осы просто мына микрофонна, телефонның микрофонына сөйлеп айт. Алдымен содан басташы. Оборудование, потому что көргенмін, қанша естігенмін, мықты оборудование күйеуіне айтып тастайды. Енді мен әйел қауымына кішкене айтып жатырмын да, бұл жерде күйеуіне айтып тастайды да, все, бәрін сатып алады. Ең қымбатты курс сатып алады, бәрін сатып алып үйіп қояды да. Сосын түсінеді, что оказывается это не для нее, оказывается ол деген миында басқа бір мәселелер бар екен, сөйтіп бастамай қояды. Вот. Ең қымбат телефон қажет емес. Вообще вот қарапайым мына жерде менде Майра ханым жақын арада 10 000 оқырманына жетті, құттықтаймын. Вот қарап отырсақ, мен енді мына видеолар емес, енді скриншоттап қойғанмын. Мына жерде күшті керемет жарық тұр ма? Жоқ. Мына жерде оборудование тұр ма? Жоқ. Студияда отыр ма? Өстіп студияда андай микрофон тұрады ғой, өстіп. Жасым 34-те анау деген сияқты. Жоқ. Студияда жоқ, күшті жарық керек емес. 299 000 қаралым жинады ана бірінші видео. Екінші видео 720 000. Просто өйстіп телефонды алып тұрды да кластың ішінде не туралы айтты? Менің балам бірінші партада отырсыншы деген таласты қалай шештім. Міне, менің балам бірінші партада отыру бойынша. Білеміз ғой, әрбір ата-ана хочет, что бірінші партада. Мұғалім, ол мұғалім ретінде сол туралы айтады. Просто тақырыпты дұрыс таңдау,
көп қаралым жинағыңыз келсе, иә. Бұл уже бастапқыдан кейін уже кететін нәрсе. Тақырыпты дұрыстап таңдау, басына назар аударту. Все. И ойыңызды дұрыстап жеткізу. Все. Болды. Керек емес. Мықты, ең қымбат оборудование. Міне, пожалуйста, міне астында тағы да екеу. Менде Рауан ханым үйде түсірген. Үйде түсірген 317 мың қаралым. Қазіргі кезде парақшасында қазір айта кетем қанша, уже 40 мыңнан асып кетті ғой, телевидениеге уже шақырғанша. Үйде барлығын түсірген. Үйде түсірген. Екінші міне 2,1 миллион тоже үйінде түсірген лайфхактар неше түрлі, балаларға арналған. Не все, керек емес супер оборудование. Ұзақ айтпай қойын бұл туралы. Енді парақшаны не үшін жүргіземін, достар? Мынаны анықтап алсаңыз, сонда білетін боласыз, вообще не үшін жүргізіп жатсыз. Ең біріншісі жеке брендті дамытып, қызмет бағасын көтеру. Өзіңіз бір эксперт болып жатсаңыз, клиенттеріңіз бар болып жатса, әрине сізде сұраныс көбірек болса, көбірек клиент келіп жатса, чегіңіз көтеріледі. Сіз деген танымал болып жатсаңыз, осы блогыңызды жүргізіп, аудитория жинап, уже сізге келгенмен уже олар біліп тұрады, мына кісі точно өзінің саласында эксперт, сол үшін сен жүргізесің парақшаңды. Екіншісі, қосымша шығынсыз клиенттер санын арттыру. Ну, конечно, парақшадан клиенттер келеді. Таргетті жіберіп болады о жақта, бірақ саған Instagram, Reels ретінде, TikTok өзінің видеоларын салу ретінде өзіңді жарияла, тегін, шыға бер. Видеоны салу қанша теңге тұрады? Бір видеоны Instagram, TikTokқа салу қанша теңге тұрады? 0 теңге тұрады. 0 теңге тұрады. Поэтому бұл жерде салыңыздар, түсіріңіздер. Вообще клиенттерді страшно көп әкелетін нәрсе бұл бар ғой. Сізге жаңа клиенттер осыдан келеді. Сіз ана жақта өзіңіз эксперт екеніңізді жеткізесіз. Үшіншісі, онлайн табыс көзін жасап, кірісіңізді арттыру. Төртіншісі, жұмыс орнынан тәуелсіз еркін өмір сүру. Байқаймын, кейбір эксперттер бір жерде жұмыс істеп жатады, сосын жеке брендті дамытып, өзінің парақшамды дамытып, сол бір жекеге шығайын деп сондай жоспарлап жатады. Сол да керемет мүмкіндік. Өзіңізді ашасыз, жеке консультацияға жеке ретінде шығасыз бұл жерде. Бір жерге байланып тұрмайсыз. Сосын кейін кеш болмай тұрғанда дәл қазір бастау маңызды. Бұл туралы жаңа басында айтқанмын. Кеш емес, кеш болмайды. Кеш қашан болады, білесіздер ме? Ешқашан болмайды кеш. Кеш деген нәрсе жоқ. Мына жерде тұрған нәрсе ол. Жоқ. 10 жыл өтеді ме, тағы да сіз сияқты бір эксперттер шыға береді. Пысықтар, бастап кеттім. Міне, білем не үшін істеп жатқанын, все, істей берем. Білесіздер ғой, араларыңызда тоже туысқан болсын, достарыңыз болсын, білесіздер ғой. Стоп, жоқ адамдар болады ғой андай. Вообще бар ғой. Ұра береді бар ғой. Мен шын айтсам ондай адам емеспін. Мен ондай адам емеспін. Бірақ ақырындап, кешірім сұраймын. Мен ақырындап сол нәрсеге келдім. Соларға қарайсында жасай береді бар ғой. Бір пысықтар ойлайсың, откуда мотивация? Білім де жоқ бар ғой, істеп жатады. Ана қуыстан, мына қуысқа кіріп, ана жақтан істеп, былай істеп. Қарасаң, уже миллиардер болып, уже квартира алған, а еще ол айтпайды квартира алған. Еще машина алғанды көрсетіп айтпайды. Бірақ көріп отасың, кәдімгідей Мальдивада жүр, Дубайда жүр мысалға. Поэтому солар да шыға береді. Сіз де бүгін бастамасаңыз, олар деген сізден асып кетеді. Поэтому бүгін бастау. Осы сабақтан кейін бастау. Осы сабақтан кейін мақсатты аудиторияңызды анықтап алыңыз. Кім сізде, біздің парақшаңызда мақсатыңызды анықтап алыңыз. Уже алғашқы өзіңізге жаңағы даже қарапайым жиі қойылатын сұрақтарға, осыларға жауап беріп бастай беріңізші, міне осылай бастай беріңіз. Деп ұрысып кеткен дейді. Так, блог жүргізіп ашыласыз, уверенно сөйлейтін боласыз, мықты орта табасыз. Мынау деген шынымен де өте қатты ұнатып жатқан нәрсе менде қазіргі кезде. Мен блог арқылы ашылдым. Мен кезінде бар ғой, тихоня болған, шын айтсам бар ғой, достарым арасында вообще үндемей отыратын адам болған. Қазіргі кезде блог арқылы ашылып кеттім. Ашылып, адамдар жазған кезде я кому-то нужен бар ғой, соны сезу, сол сезім керемет. Әке анам мені көріп, міне өзінің бағытын тапты деп қатты қуанып жүр мысалға. Аллаға шүкір, табысым да жақсы. Осыдан болып жатыр табысым. Мен құпия ретінде айтпайын сіздерге, ол да бір жасырын нәрсе емес. Енді осыдан да ақшаны тауып отырмын, сіздерді үйретіп, содан тауып отырмын. Бірақ жазады ғой, просто комментарийға, ой, Елдос мырза, керемет, сіз күшті түсіндіріп нетіп айтасыз деген кезде ойлайсың, міне осы өмірде жай жүрген жоқпын. Контент түсіргісі келетіндерге мен көмектесіп жүрмін деген сияқты нәрсе. Сіздерді де солай күтіп отыр. Дәрігерсіз бе? Күтіп отыр ана, тістері ауырып, анаған барғысы келмейді, мынаған барғысы келмейді, қайда менің күшті стоматологым деп. Заңгерсіз бе? Күтіп отыр ана жақта, проблемасымен отыр ана жерде. Кім маған шығып айтады екен деген сияқты. Кез келген салада. Киім сатасыз ба? Сіздің киіміңізді ана жақта күтіп отыр адамдар. Күтіп отыр, сізден күтіп отыр. Қолыңыздан барлығы келеді.
қолыңыздан барлығы келеді. Уайымдамаңыз, қатты ойланып кетпеңіз, қатты нетіп кетпеңіз. Все, свободу, просто мыслім бар ғой, мен өзім үшін өмір сүремін, осы өмірімде мен не қалаймын, соны жасаймын. Блог жүргізгім келеді. Туысқандар не айтады, достар не айтады, олар сіздің зарплатаңызды төлеп отыр ма? Жоқ. Ешкім сізге олар зарплата төлеп отырған жоқ. Айтады, бір-екі күн айтады, болды. Блокировать етіп тастаңыз, все. Блокировать етіп тастаңыз, сізді көрмей қойсын. Жаңа парақшаны аштыңызда, оларға айтпаңыз, аштым деп. Бір күні сізге жүгіріп келеді олар. Маған сөйтіп жүгіріп келген достарым. Басында айтқан, что там, туториал, да? Блог жүру, блогер, да? Прекрати, естисің. Бірақ мен даже ол кезде жынданған жоқпын даже бар ғой, потому что желанием осы блогымды дамытып, и уже алғашқы комментарийден сол маған күш болды бар ғой. Алғашқы комментарийлер просто рахмет сізге осындай пайдалы ақпарат үшін деген. Сол менің күшім болып тұр. Анаған қарап тұрған кезде ойлайсың просто бар ғой. Не в обиду ешқандай досыма, бірақ қарап тұрсын ойлайсың. Да, иә, блогермін. Бастадым, иә. Ол солай айтады, потому что өзі көре алмай жатыр. Ол вообще қысылып қалған, басылып қалған адам ана жерде. Ол да жүргісі келеді. Ол да кейде ойлайды, по-любому ойлайды. Потому что триггер істеп қалды мына жерде, маған қарап бар ғой. 40 минутқа дейін кетті. Мен айттым ғой, мен бастасам, достар, осы жерге дейін көрсеңіздер, вот қазір көріп отырсаңыз, пожалуйста, комментарий жазсаңыздар. Мен осындай көп пайдалы тегін ақпарат бергім келеді сіздерге. Маған мотивация ол тек сіздердің осы комментарийіңіз. Тек комментарий. Бір жаза салыңыз, иә, қазір. Осы жерде пока паузаны бастырып жаза салыңыз. Жалғастырайық. Сонымен ашыласыз, уверенно сөйлейтін боласыз деген тоже бар ғой. Вот мен 3 жыл бұрын қазақша дұрыс сөйлей алмайтын, бірде сөз білмейін деп айтпайын, дұрыс сөйлей алмайтынмын. Осы нәрсе мені әкелді, патриотизм ішінде өсті бар ғой. Осы вообще блог қазақ тілінде жүргізетін басында менің мақсатым андай болған, қой, қазақ тілінде тезірек жинаймын, оңай жолы деп. Жоқ, сосын жүргізгеннен кейін түсіндім, что қазағыма ақпарат керек, қазағыма түсіндіру керек. Солай келіп отырмын мен. Қазақша көбірек контент болсын деп. Сосын патриотизм ішінде өсті. Осы Қазақстанда неге Google-ға жазсақ қазақ тілінде көп дұрыс ақпарат табылмайды деген сияқты. Бірақ қазір шүкір өсіп жатыр. Сіз де қазақ тілінде енді жүргізейін деп жатсаңыз, мен де мына жерде критичный емес, мен мына жерде нацизм андай нәрсені көтеріп отырған жоқпын. Бірақ жүргізейін деп жатсаңыз, жүргізіңіз. Қазір нацизм жағында жоқ. Мен нацист емеспін, просто қазақ халқында қазақ тілінде көбірек ақпарат болсыншы. Вот кез келген ауылдағы қазағым отыр, орысшада бір-екі сөз айта алмайды, сол деген просто Google-ға жазып жіберген кезде шыға келейікші соның алдында бар ғой. Әдемілеп дұрыс ақпаратпен. Вот. Сонымен оңай бастап кету жолын айта кетейін. Енді достар, енді қарапайым сіздерге ұсыныс, менімен бірге оқып, осының барлығын сіздерге түсіндіріп, жеткізіп, жаңағы контентті құрастырған кезде қандай сіздің салаңызда көп қаралым жинайтын нақты тақырыптарды шығаратын боламыз. Сосын оны қалай құрастырамыз, сізде бастапқыда сразу дұрыс жолмен бастап кету үшін, енді біз өзіміз бастаған кезде, мен мысалы өзім бастағанмын, бірақ көп уақыт кетті маған тәжірибе жинау, осы көп қателіктерді жасап, сонымен ұзақ, шын айтсам, бастадым. Нақты дұрыс жолмен бастағыңыз келсе, мен сізді шақырамын. Мен сізді нақты менің курсыма шақырамын. Менімен бірге оқыңыз деп шақырамын. Сіздерді үйретемін. Қандай тақырыптар сіздің салаңызда көп қаралым жинайды. Неден бастап кетеміз, не істейміз, не істемейміз. Бірден уже қаралым жинап, ақырындап видеоларын түсіріп, парақшамызды не армандап жүрсіз, өзіміздің парақшамызда 100 000 оқырман, 10 000 оқырманнан бастап 100 000 оқырманға жету, танымал болу, көп клиент әкеліп, маған внимание болсыншы деген сияқты. Қалайсыз ба, сол нәрсені келіңіз, мен сізді үйретемін. Онлайн үйрете аламын, офлайн үйрете аламын. Қазіргі кезде жақын арада басталайын деп жатыр. Бізде жаңа поток, жазылам десеңіз, менің парақшамда тұр ол жерде ақпарат. Вот сол жағынан үйретіп кете аламын. Менің шәкірттерім сияқты, міне, Жұлдызай ханым 242 оқырман болған, 182 мыңға бірақ атып кетті. Саяшайын, бұл деген бұл жерде английский бойынша үйрететін. 16 жаңа парақша ашқан. Жаңа парақшасы қазіргі кезде 20 мың оқырманы бар. Еще клиенттері тасып жатыр. Өзі Римде оқып жатыр, сол өзінің табысын нетіп. Жақын арада мамасына путевка алды ма, машине ма, в общем, жақсы дамып жатыр. Рауан ханым вообще парақшасы мықты негізі бар ғой, күшті лайфхактармен бөлісіп, стилист ретінде шығып, міне 43 мың оқырман жинады, сразу соны телевидениеде де шақырды. Үлкен мүмкіндіктер сіздің алдында шақырды. Телевидениеге баруды тоже оңай емес. Адамдарға жетіспейді, телевидениеде жетіспейді адамдарды. Мен неге шақыра береді.
енді жетіспегендіктен емес, бір жағынан енді мен ол жақта да кішкене сөйлеп нетем ғой, бір статус бар ғой енді, иә деп айта салайық. Но оларға да жетіспейді. Бір кез келген сарапшыларды бірден шақыра береді, сізді де күтіп отыр. Вот. Ну и видеоларыңызда осылай 4 миллион, 500 мың, 2,5 миллион, 317 мың, 330 мың жинағыңыз келсе, келіңіз, оқытам сізді, толығымен айтып, кері байланыспен, сұрақтарыңызға жауап беріп, Zoom кездесуде отырып, үлкен комьюнити боламыз біз. Қазақ тілінде контентті жарып, жасап, бастайтын боласыз. Сол, қолыңыздан барлығы келеді. Ешқандай қиындық жоқ. Қазіргі кезде бастап кетпесеңіз, бұл бар ғой, не сияқты бар ғой, қазіргі кезде биткоин бар ғой, биткоин кезінде $1 алып қойсақ, биткоинді бар ғой, нешінші жыл, 2008 ба, 2013 жылы, сол кезде $1 алып қойсақ, қазіргі кезде ол деген $70 мың болушы еді, $100 мың болушы еді мысалға. Дәл солай қазіргі кезде бұл әлеуметтік желіні жүргізу бум нәрсе болып жатыр. Әрбір жерде сол себеппен адамдар айтып жатыр, жүргізіңіз деп. Қарасақ, үлкен кәсіпкерлердің барлығы соның ішіне кіріп жатыр. Марғұлан Сейсенбаев бар. Сонымен бітті дейді. Сіздер де білетін шығарсыздар неше түрлі кәсіпкерлерді. Соның барлығы шығып жатыр. Себеп барлығы адамдар міне осымен жүреді. Ешқашан өшіп кетпейтін нәрсе, мынау бір күні әлеуметтік желі бітті, жолын жоқ болып кететін нәрсе. Невозможный нәрсе бұл. Бұл болады, бұл дамиды. Басында қазіргі кезде кіріп кетсеңіз, сонымен бірге дамып кетесіз. Вот. Достар, курс бойынша толық ақпарат керек болып жатса, жақын арада бұйырса басталады бізде онлайн поток. Мына менің парақшамда сілтеме тұр, WhatsApp. Соған жазып жіберіңіздер. Сосын бір өтініш. Вот осы жерге дейін жеттіңіз бе? Опять айта кетейінші. Комментарий жазып жіберіңізші осы видеоға. Осы видеоға комментарий жазып жіберіңізші. Маған бір қандай әсер алдыңыз, кішкене бір бөлісіп жерсеңіз, бұл деген сіздің төлеміңіз болады осы пайдалы ақпарат үшін. Жазып жіберіңізші, өтініш жазып жіберіңіз. Сол, достар, назарларыңызға көп рахмет. Сізге сәттілік тілеймін. Кішкене ұзақ сабақ болып кетті. Мен енді маған айтатын бар ғой, сабақты, бұндай тегін сабақтарда қысқаша жасап деп, ұстай алмаймын мен өзімді бар ғой. Көп ақпарат беріп, осылай беріліп кетемін, осылай эмоциямен айтып кетемін мына жерде. Сондықтан, пожалуйста, бүгінгі айтылған нәрсені хотя бы істеңіздерші, жаңағы мақсатты аудиторияны анықтап алып, кім менің мақсатты аудиториямын, менің мақсатым қандай парақшамның, және де бастапқыда жаңа қарапайым өзім салымдағы жиі қойылатын сұрақтарға сразу жауап осылай бере аламын, былай бере аламын деп түсіріп жіберіңіздерші, и все. Бастапқыда. Сол. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді. Ешкімді тыңдамаңыз. Сіз мықтысыз. Сен мықтысың. Сен істей аласың. Жұрттар істеп отыр ғой. Олар супермендер ме? Жоқ. Бір прям вундеркиндтер ме? Жоқ. Кейде көреміз ғой, даже видеода көрген кезде, не деген тупой деп, бірақ ол сізден де жеңіп отыр. Ұялмай шығып, парақшасында көп қаралым жинап істеп жатыр. Еш нәрсеге қарамай, потому что біледі, қандай құнды нәрсе екенін қазіргі кезде парақшасын жүргізеді. Так что жасаңыз. Қолыңыздан барлығы келеді. Сәттілік тілеймін сізге. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, осындай тегін пайдалы сабақ болды сіздерге.